Сәлеметсіздер ме, құрметті 4-ші курс студенттері, жалпы диплом жазатын студенттер. Бүгінгі видео сіздерге арналады. Мен өзім биыл 4-ші курс оқып жатырмын. Әдеттегідей дипломдық жұмыс жазып жатырмын. Бірақ кейбір университеттерде барлығы түгелдей дерлік дипломдық жұмыс жазбай, тек қана госэкзамен тапсырады екен. Біздің университетте егер GPA-ңіз жоғары болса, дипломдық жұмыс жазасыз, ал GPA-ңіз 3-33-тен төмен болса, госэкзамен тапсырамыз. Біздегі университеттің жүйесі бойынша менің GPA-м жоғары болып, Құдайдың қалауымен дипломдық жұмыс жазатын болдым. Және мен қазақ тілінің әдістемесі бойынша қазақ тілінде медиа платформаларды тиімді пайдалану тақырыбы бойынша дипломдық жұмыс тақырыбын таңдадым жетекшімен бірге. Және сол бойынша дипломдық жұмыс жазып жатырмын. Бізде қазір сәуір айының соңғы күндері, предзащитаға санаулы күндер қалды. Бізде жұмыс қалай жүріп жатыр, сол бойынша өзімнің лайфхактарыммен қандай жұмыстарды атқардым, бір жағынан естелік ретінде видеоға, ютубқа салуға, бір жағынан сіздерге де бәлкім көмегім тиіп қалар деген мақсатпен осы видеоны түсіріп отырмын. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіздер. Менде ноутбугым да осындай арнайы папка ашылды. Папканың ішінде дипломдық жұмысқа қажетті барлық суреттер, сауалнамалар ашылған. Ең әуелі менде сурет YouTube деген бар. Мәселен, ол не екен көрейік. Бұл менің жаңағы сіздер көріп жүрген әмбебап мұғалім каналының суреттері, статистикасы, кім қарайды, қандай видео, қанша қаралым жинаған. Енді медиа платформамен байланысты болғаннан кейін осы суреттердің барлығын жүктедім. Және осы медиа платформаларды өзім 4-ші курста практикада қолдандым ғой. Себебі дипломдық жұмыста барлығы дәлелмен болу керек. Міне менің қолданып жатқан сәттерім, осының барлығы ертең өзімізге дерек болады. Сондықтан осындай жұмыстарды атқарыңыздар дер едім. Енді дипломдық жұмыс басталып жатқан студенттерге. Бұл менің жүргізген сауалнамаларым. Назарбаев зияткерлік мектебінен өттім. Сондағы оқушылардан және мұғалімдерден алған сауалнамаларым. Бұл менің жетекшім. Міне осылай суреттерді арнайы бір вордқа салдым. Одан кейін менде тағы не бар? Мазмұнына бөлек бет арналды. Бұл мазмұны енді мұғалімнің, жетекшімнің көмегімен жасалғандықтан бұл бөлек папкада тұрады. Себебі болашақта мазмұнын барлығын бір бетке вордқа сала салу қиын емес. Сондықтан осылай бөлек папкада тұрғаны өзіңізге ыңғайлы. Міне бұл менің мазмұны дипломдық жұмысымның. Және де тағы да бізде слайд жұмысы бар. Бұл слайд енді дипломдық жұмыс жазатын студенттер, егер білмесеңіздер, сіздерге бір айтып кетейін. Сіздерде міндетті түрде ғылыми мақала жазасыздар. Ғылыми мақала болу керек. Және сауалнама болу керек. Бірақ ол енді дипломдық жұмыстың тақырыбына да байланысты. Мәселен, мен оқушылардан сауалнама жүргіздім. Бұл енді сауалнаманы Google формада жүргізесіздер. Google формаға мен мысалы осы тақырыбыма байланысты сұрақтар қойдым. Және бір ерекшелігі жауабы осылай келіп тұрады. Мен сосын оны вордқа сала қойдым. Барлығын бір бетке жауаптарын қойып қойдым. Және оны слайдқа салсаңыздар да, дипломдық жұмыстарыңызға салсаңыздар да өте ыңғайлы. Мәселен, қараңыздар, болашақта барлық сабақтарды платформамен байланысты қыламын дегенге, бұл сауалнама студенттерге арналған сауалнама еді. Сабақта түсіндіруге платформа өте тиімді дегенге пайызбен шығарып тұр. Қараңыздар, көрдіңіздер ма? Бұл енді өздеріңізге өте ыңғайлы. Енді бағана айтып кеттім ғой, бізде міндетті түрде дипломдық жұмыста осындай ғылыми мақала керек болады. Ғылыми мақаланы сіздер оны да плагиаттан өткізесіздер және қорғайсыздар конференцияда. Осыған байланысты жасаған жұмыстарым барлығы осының ішінде сақталған. Енді міне менің дипломдық жұмысымның өзі де тұр. Бізде критерий бойынша 50 бет болу керек. Менде 50 бет почти шықты. Ақпараттарды жазған кезде мен кітаптардан және чат GPT тағы бірнеше сайттар бар. Сол сайттардан қарап жаздым. Және бізде университетте ол барлығында солай болады. Енді қараңыздар, бірдеңені осы жерде айтып кетейінші.
мына жерде осы сабақ жоспарын қымыжыны салдым. Жаңағы оқушылардың статистикаларын осылай салып, оны дәлел ретінде көрсетесіздер. Енді менің предзащитаға әлі слайд дайындамадым. Бағанағы слайд ол менің конференцияға арналған слайдым, яғни дипломдық жұмысқа жұмыс жіберілу үшін сіздің бір рет болсын конференцияға қатысқан мақтау қағаздарыңыз болуы керек. Енді жаңағы жұмыс дайын болғаннан кейін біз жұмысымызды жазып, барлығын предзащитаға дейін міндетті түрде оны плагиатқа саламыз. Плагиатқа арнайы почта беріледі университеттің. Соған біз өз жұмысымызды жібереміз почта арқылы. Ал оның жауабы бірден келеді. Міне қараңыздар, менде жауабы бірден 2-3 сағатта келді. Оригинальность 99-да 33 дейді. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Плагиат сіздерде 99-да менде 33 болыпты. Жалпы 75%-дан асса, ол жеткілікті деген сөз. Міне қорытындысы шықты. Авторым аты жөнім жазылған, оригинальності көрсетілген, және мен оның кейбір, яғни 33% деген әлі жартысы толық емес қой, қайдан көшіріп алғандығым, яғни қандай материалдарды, қандай сайттарды қолданғанымды осылай шығарып береді. Бұл сіздерді қорғауға өтті деген сөз. Енді мен предзащитаға өткен студент ретінде осыны қосып берем. Енді қараңыздар, біздің университетте барлығы дипломдық жұмысты жазады. Дипломдық жұмысқа кәдімгідей өз еңбектерімен маңдай күштерін салып, әдебиеттерді ақтарып, көз майын тауысып жазады. Бірақ кейбір адамдар, студенттер сатып алып жатады. Енді бізде сатып алу деген ұғым мүлдем болмапты. Осыған дейін біраз курстық жұмыстарды жаздық, 25-30 беттей. Сондықтан дипломдық жұмыс бізге жазу қиынға соқпады. Жалпы тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Егер мазалап жүрген дүниелер болса, тағы қандай видео түсірейін, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Жалпы дипломдық жұмыс осылай жазылады. Түрлі кітаптарды, сайттарды қараңыздар, ақтарыңыздар, еңбектеніңіздер. Тіпті болмаса ағылшынша, орысша еңбектерді қазақшаға аударып қолдансаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы. Сол арқылы сіздер ғылыми ізденімділік қасиеттеріңізді дамытасыздар. Сіздерге осыны айтқым келді. Видео ұнаса пікір қалдырып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.